Қисса Сүләмбия. Жақып пен Әзірейіл. Жақып пайғамбар Әзірейіл періштемен дос болды. Әзірейіл оған қонаққа келіп тұратын. Екеуі сұхбаттасып ғайыптан сыр шертетін. Бірақ Әзірейілді әр көрген сайын Жақып шошып кететін. Мұны байқаған періште: "Уа досым, Жақып, неге мені көрсең шошесің? Дос осылай қарсы алушы ма еді?" дейді күліп. Жақып есін жия алмаған күйі: "Сенің сұлбаңды көргенде жүздесуге келді ме, әлде жанымды үзуге келді ме? Осының ара жігін айыра алмай дал боламын" дейді. Әзірейіл досын құшақтап күліп: "Сені сағынып сұхбат құрайын деп келдім" дейді. "Ендеше менің бір өтінішім бар" дейді Жақып. "Айт, қандай?" "Дәм тұзым таусылғанда алдын ала маған ескерт, жұртпен қоштасып берешек қарызымды қайтарып тәубе етіп өмірдің иманымды айтып өтейін" дейді. "Болсын, хабаршы менен болады. Өлім сағаты тақағанда 3 хабаршы жіберемін" дейді. Осылайша екеуі серттеседі. Арада жылдар өтіп Жақып пайғамбар қартайып шау тартады. Ауру меңдеп кесел кесапат көбейеді. Бір күні үйіне Әзірейіл келеді. Жақып қуанып кетіп: "Уа досым Әзірейіл, маған қонаққа келдің бе?" дейді. Әзірейіл періште: "Жоқ Жақып, Алланың әмірімен жаныңды алуға келдім" деп жауап береді салқын үнмен. "Қалайша, екеуміз серттескен едік қой. Сен маған хабаршы жіберемін деп уәде еттің. Олар әлі келген жоқ қой" деп Жақып пайғамбар таңғалады. Сонда Әзірейіл періште: "Жоқ досым, мен сертіме берікпін, сөзімде тұрдым. Саған алдын ала 3 хабаршы жібердім. Алдымен болаттай тістерің түсіп, қап-қара сақал шашың аққудай боп ағарды. Екінші, көзіңнің нұры тайып, жайдары жүзің әжім басты. Үшінші, күш-қуатың азайып, денең әлсіреп, қарға адым жүруің мұң болды. Таяқпен достастың, замандастарыңмен қоштастың. Найзағайдай тіп-тік белің түйенің өркешіндей боп бүкірейді. Бұлар менің саған жіберген хабаршыларым немене? Ақылды адам осылардан ғибрат алу керек емес пе? Енді аманатты Аллаға тапсыруға әзірлен" деді. Жақып пайғамбар сонда ғана қарттықтың өлім хабаршысы екенін түсінді. Сосын періштеге қарап: "Әй Әзірейіл, достың жанын алам екен" дейді. "Ал сен мәңгілік адал досыңмен қауышқың келмей ме?" дейді. Жақып: "Ендеше досым жылдам жалға" деді де орнынан тұрып ғұсыл дәретін алып жақсылап жуынды. Сүйегіме түскендерге жағымсыз әсер қалдырмайын деп сақал мұртын бастырып, тырнақ шаштарын алып, үстіне таза киімін киді. Сосын ақ төсегіне жатып, кәлимасын айтып мәңгілік сапарға аттанды.